бар адам бай емес, жүрегі тыныш адам бай адам. Негізі дәптерге жазған қиялдан басталған. Қиялдан басталған 17-16 жылдар қазақ логопедиясының мамандар өте аз болды. Осы сөз әлі есімде. Оңай сала емес. Осы кезде 20 маман қол астында жұмыс жасайды. Кәсіпке қалай келдіңіз? Күнде таңғы 5-те тұрамын. Да өзгеріс болмаса 5 жылдың ішінде дейді. Ортаның орнында өзгертсін дейді. Қайдан сондай сенімділік? Ешкімді тыңдама, артына қарама, жалқаулықты жеңуіміз керек. Енді 4 баланың анасымын. Дүниеге сәби әкелу деген нәрсе қорқыныш болды. Уже комада жатыр. Көп маманның қателігі теңгі күні ол балаларға уақыт өтіп кетіп бойына болады. Әлі қайдан келетінін білмейсіз. Бренд дамытыңыздар. Жолдасыңыздан көбірек ақша тапқан кездеріңіз болды ма? Жоқ, болмайды. Аутистік спектр бар балаларға Сізге көзіңіз жетті. көз төмен болмау керек, немесе жоғары болу керек. Ортаңызды өзгертіңіз. Қайырлы күн көрермен. Әйел кәсіпкер подкастына қош келдіңіздер. Мен Ақжарқын Көздібаева, осы подкасттың жүргізушісі. Бұл өзін іздеп жүрген жандарға, кәсіп ашқысы келетіндерге, немесе өз кәсібін өрбітіп, масштабқа шыққысы келетін жандарға арналған алаң. Біздің қонақтарымыз өз тәжірибесімен бөлісіп, қалай кәсіпті бастауға, оны масштабтауға, өз жетістіктер мен қиындықтармен, шынайы оқиғалармен бөлісетін болады. Әр подкасттың соңында сіздерге арналған қонақтарымыздан сыйлықтар бар. Ол сыйлықтарды алу үшін біздің каналымызға тіркеліп, пікір қалдырып, өз ойыңызбен осы подкасттан бөлісуге ұмытпаңыздар және лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі алғаш түсірілімнің қонағы ерекше жан. Кәсіпкер, өз саласының майталманы, көп балалы ана және жетекші маман, логопед-дефектолог Бақытгүл Насреддинқызы. Бақытгүл ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз, көрермендермен жалпы кәсіпке қалай келдіңіз, не түрткі болды? Кішкентай мамандықтан үлкен кәсіпкерге айналу, үлкен ақшаға жету, өз тәжірибеңізбен шынайы қалай болғанын баяндасаңыз. Рахмет сіздерге бүгін міне осылай шақырып, шынайы оймен бөлісуге әрдайым дайынмын. Жалпы бұлай кәсіп бастау менің ешқашан ойымда болған жоқ. Ең кішкентай кезімдегі арманым негізінде жетелеп алып келген. Менің кішкентай кезімдегі арманым медицина саласының маманы болу еді. Бірақ мынау университетті бітірген кезеңде ұбт тапсырып, сол кезде біздің түскеніміз өзі 4-5 мамандық жазғанда, 4 мамандықты жазған кезде психологияға түстім. Сонымен психологияны бітіргеннен кейін әрі қарай өзім осы балалармен жұмыс жасадым. Түрлі деңгейдегі балалармен жасадым жұмысты. Сонымен қоса бәрібір жүрегім жібермеді. Дефектология саласына оқуға түстім. Сонымен өзім мектепте 10 жыл көлемінде жұмыс атқарып, сол жерде менде бір процесс болды, баламен жұмыс жасау. Дефектологияны параллельно балабақшада жасап жүрдім, одан кейін үйлерге барып жүрдім. Сонымен жалпы өзімнің осы дефектологияны бастағалы менің жұмысым, жалпы қазір 18 жыл көлемінде стажым бар. Арнайы педагогика саласының басқа сала мамандарымен байланыс деген тақырыпты өзім зерттеп келе жатырмын. Медицинамен байланыстырып келе жатырмын. Сонда маған түрткі болған кішкентай кезімдегі медицина саласының маманы болу еді, бірақ арнайы педагогика саласы арқылы мені осыған алып келіп отыр. Ешқандай ойымда да болған жоқ. Сонымен ата-аналардың сұранысы ол кезде 2017-16 жылдар қазақ логопедиясының мамандар өте аз болды. Сол уақытта өзім бірден ата-аналардың сұранысымен кабинет аштық. Ол ондай үлкен болады. Ондай Қазақстан бойынша 5 орталық болады деген мен ойымда да жоқ болған. Әлі есімде 2017 жылы өзім кішкентай бір альбомға жазып қойғанмын. Телевизияға түссем, қалтамда бір 400 мың теңге болса деп қояды екенмін. Және де бүкіл Қазақстан бойынша танымал болсам деп. Бірақ ол кезде менде әлі кабинетте жоқ болмайды. Бірақ кейіннен сол блокнотты ашып қарап оқысам, сол жазғандарым бәрі бірден орындалып кете бастапты. Бір жылдан кейін үлкен центр болдық, одан кейін үлкен коттедж болдық. Міне қазір Астана қаласынан 2 орталық, сонымен Ақтөбе қаласынан 2 орталық, және Алматы қаласынан 1 орталық, Қазақстан бойынша 5 орталық. Сол жолда түсінгенім тек қана адам бұл кәсіпке келген кезде, ол кезде өзімді кәсіпкер деп сезінбейтінмін. Өйткені мына соңғы 2-3 жылда ғана біз өзіміздің жеке кәсіпкер екенін түсіне бастадық. Ол кезде ешқандай тексеру жоқ еді ғой. ИП-міз бар, бірақ ешкім тексермейді.
бірақ жұмыстың жүйесін де әлі білмейміз толық. Өйткені мұндай центрде аз барып сұрайтын. Мынау осы соңғы 2-3 жылда кәсіпкерлікті тексере бастаған кезеңде өзім сезіне бастадым. Кәсіпкер екенімді. Бірақ оған жауапкершілік бар екен. Иә, мен сол кезде ғана, иә, бұнда дұрыс жұмыс жасау керек екен ау, бұның финанс жағы бар екен ау деген сияқты. Ол уақытқа дейін мен үнемі білімді жетілдіремін де, ары қарай жылжу болып келді. Не істей алам? Одан кейін уақыт өте келе менде осы инклюзия саласына ақыры келдім. Мен не бере алам осы инклюзия саласына деп өзім жұмыс жасай бастадым. Ештеңеге қараған жоқпын. Сонда менің ойымда тек қана қазақ логопедтеріне көмектесу болды. Кезінде өзім қатты қиналдым. Ешқандай жүйе болған жоқ. Мынау аутист балалар келе бастаған кезеңде речевой центр барлығы араласып кетті. Жүйе қайда барады бұл балалар деген сияқты. Содан ең бірінші қолға алғаным осыдан 4 жыл бұрын республика деңгейінде форум өткізе бастадым. Менің түсінігімде 100 балаға тегін оқу орнына келгенше мен 200-300 маманның білімін жетілдіру арқылы ақысыз болды. Мен 4 жыл қатарынан ақысыз өткізіп келе жатырмын. Ол әлі жалғасады. 300 маманға білім берсем, ол мамандар алдарынан қанша баланы өткізеді. Сол жағын ойладым да осы форумды қолға алдым. Және сол бастапқы кезеңде осы саланы бастағанда арнайы педагогика саласының басқа маман салаларымен байланыс деген тақырыпты жіберген жоқпын. Қазақстан бойынша мен деген мықты деген орталықтардың басшыларын жинадым. Барлық форумдарымда 300-ге жақын мамандар келді, және оған қоса осы сөйлеу тілі тежелісі бар балалармен, аутистік спектрі бар балалармен жұмыс жасайтын Қазақстандағы медицина саласының мамандары да келді. Қолдап. Байланыстыра алдым ол нәрсені. 3 жыл қатарынан жылдан жылға мамандар көбейе бастады. Пікір талас, соның негізінде жүйе қалыптаса бастады. Мынау Қазақстандағы жеке меншік орталықтар бірігіп бір-біріне коллаборация жасай бастады. Одан кейін міне соңғы 4-ші рет өткізгенімізде біз халықаралық семинар өткіздік. Себебі шетелде бұл балалармен қандай әдіс-тәсілдермен жұмыс жасап жатыр екен. Ол жақтағы орталықтар қалай жұмыс жасайды екен сұрақтар туындады. Сөйтіп шетелдік мамандар шақырдық. Ол кезде тегін жасадық шетелдік мамандар, бірақ осы 4-ші рет өткізген кезеңде бізде осы Астана қаласының әкімдігінен қолдау көрсетті зданияға. Міне сол кезде ғана бір жеңілдіктер бола бастады. Оған дейін мен 3 жыл қатарынан хат жаздым, ешқандай жауап болған жоқ. Бірақ мен тоқтаған жоқпын. Тек өз күшіңізбен. Өз күшіммен, ол жерде оның тамағы да емес, сол 300 маманға әбетін де беріп, кешке жақын бұл кісілерді, негізгі орталық мамандарын кешкі уақытта күту, оның бәрін орталық тарапынан шығардық ақысын. Өзімде болды жылына 1 рет осындай өткізу. Ақыры мен Қазақстандағы қазақ логопедиясына қалай үлес қосылам деген сұрақты өзіме қойған кезде осы нәрсе сұрақ жауап болып келді. Қолға алдым. Бұл әлі тоқтамайды бұл нәрсе. Осы 4-ші рет халықаралық деңгейде өткізген кезеңде қалалық әкімдіктен жауап келіп, номері 96-шы мектепте біз өткіздік. Міне сол кездерден бастап мен сезіне бастадым, кәсіпкер екенмін ғой. Мен кәсіпкермін, мен көмектесе алуым керек. Себебі кезінде мен қиналдым, қазіргі мамандар уақытын өткізбесін, жүйе болсын деген мақсатта өткіздім осыны. Сонда сіздің ең алғашқы қадамыңыз негізі дәптерге жазған қиялдан басталған. Қиялдан басталған. Негізі 2008-де өзім студент дипломды алып келген кезеңде осы алғашқы жұмысымды Астана қаласында бастадым. Әрине, балалар психологы болдым. Балабақшада, мектепте 10 жыл көлемінде психолог болып жұмыс атқардым. Балабақшада дефектолог болдым. Үйлерге барам логопед болып. Қосымша жасайтынмын сол кездерде. Одан кейін сол ата-аналардың сұранысы болды. Бір ғана кабинет ашқан болатынбыз. Одан кейін мынау Астана қаласында 2-ші орталығымызда ата-аналардың сұранысы бойынша ашылды. Қазіргі уақытта сол кезде міне бізге күні кеше орталыққа 8 жыл болды. Міне 8 жыл бұрын орнатқан жүйемен келе жатырмыз. Жүйемен келе жатырмыз. Жүйемнің дұрыс екеніне көз жеткіздім. Одан кейін соңғы міне 2-3 жылдың аралығында кәсіпкерлермен араласа бастадым. Баладағы
симптоммен бұзылысына байланысты болу керек қой деген сияқты мен білімімді ешқашан тоқтатқан жоқпын, үнемі білім алу үстінде болдым. Сонымен қатар одан бөлек этиканы да оқыдым, сөйлеу мәнерін де оқыдым, эстетиканы да оқыдым. Қол астыма мамандар ала бастаған кезімде басқаруды үйрендім, тайм-менеджментті үйрендім. Яғни бұның барлығы өмірлік сабақпен жүре келе бастап болды. Өзім қазір енді 4 баланың анасымын. Балаларым да ол кезде кішкентай болатын. Отбасым бар. Жолдасым басында мүлдем түсінбейтін, не жасап жатсың, не істеп жатсың, сен неге дайын жұмысынан неге шықтың, басында қарсылықтар болды. Қатты қарсылықтар болды негізінде. Қандай қиындықтар болды сол бірінші кезде? Басында ашқан кезеңде мен мектеп жіберген жоқ. Сонда өзім квартирада тұрам. 10 жыл квартирада Астана қаласында тұрамыз. Біздің күткеніміз жаңағы мектеп тарапынан үйге очередьке тұрып қойғанбыз ғой. Жаңағы мемлекеттік жұмыстан шығып кетсек, ана үйді бізге бермей қоятын сияқты, үй аламайтын сияқтымыз да. Жолдасым да өзін сондай айлыққа істейді, мен де айлыққа істеймін. Сонда директор айтады, сен кетіп қалсаң очередьің не болады, үйді қалай аласың дейді. Мендегі қатты не болған дүние, одан кейін білмеймін, ішімнен бір күш пайда болды. Ренжімеңіз дедім, 3 күн қол қойған жоқ маған, мен кетем дедім. Мен кетем жұмыстан дедім, менің ойымды ешкім өзгерте алмайды дедім. Ішімнен тұрдым да, жақсы сол мемлекеттік үйді алмасам да, мен Астана қаласынан керемет үй алуға шамам жетеді деп білмеймін, бір сол кезде бір күш пайда болды. Қайдан сондай сенімділік? Ол сенімділік менде 3 ай өз-өзімен жұмыс істедім негізінде. Мен әлі есімде май айынан бастап осы тамыз айына дейін психологиялық тұрғыдан күнде таңғы 5-те тұрамын. 3 этапты жұмыс жасаймын, өзім тұрамын, өз-өзімен жұмыс жасаймын. Миымдағы мұсырлардың бәрін алып тастаймын. Мен ауылда өмір сүріп жатқан жоқпын ғой. Мен Астанада өмір сүріп жатырмын. Мен Қазақстанның керемет қаласында, мен мына мектептен шығып кетіп бара жатсам, басқа да жұмыстар бар ғой деген сияқты ой мені қатты мазалады. Міне күнде таңғы 5-те тұрып, 7-ге дейін өзімен жұмыс жасай бастадым. Сонда өзім психологпын, психологиялық терапияларды жүргіземін. Ең алғашқы жұмысты айтады ғой, адамда 30 күн мен 90 күннің арасында өзгеріс дейді. Өзімде бір 90 күннің ішінде өзгеріс болды. Сенімділік пайда болды. Ол кезде орталық ашу ойымда жоқ, лишь бы сол мектептен шығу. Мынаған мына бір сөз, мен үнемі көп кітап оқыған кезде, адамда өзгеріс болмаса 5 жылдың ішінде дейді, ортаның орнында өзгертсін дейді. Осы сөз әлі есімде, сол сөзді тыңдадым. Мен қалай болмасын ортамды өзгертуім керек, орнымды өзгертуім керек. Артыма қарасам 10 жыл ештеңе өзгерген жоқ. Ертең мен тұрып жатқаным ауыл емес. Міне осындай бір күш, осындай бір күшті, осындай бір сөз маған қатты әсер етті. Демек сіз өзіңізбен жұмыс істеу арқылы өзіңізге сенімділік орнату арқылы өзіңіздің қолыңыздан келетіндігіңізге көзіңіз жетті. Көзім жетті. Мынау айтады ғой, адамның ішінде интуиция болады дейді. Сол интуиция ол саған жай беріп тұрған жоқ қой, ол сезім. Міне, біз көп жағдайда осы сезімді тыңдамаймыз негізінде. Ол келеді, Алла тағала ол нәрсені жайдан жай алып келмейді ғой. Міне сондай сезімдер келе бастады. Оның үстіне көп әдеби кітаптар оқитын едім. Сонда жаңағы 5 жылдың ішінде өзгеріс болмаса ортаңды орнында ауыстыр деген осы сөз әлі бар да. Мен үнемі қазір өзімнің шәкірттеріме сол нәрсені айтамын. Бірден кетіп қалдым. Ешқандай центрымда жоқ, ештеңем жоқ. Бірақ Надумаға барамын. Садик, жаңағы балабақшада мен логопед болып жұмыс жасаймын. Әлі есімде тамыз айында шықтым жұмыстан. Сонда өзім былай армандайтынмын. Балаларым кішкентай ғой. Өзім бір кабинет ашсам дейді. Және үйімнің қасындағы өзі 121-ші этажда тұрамыз, 125-ші квартира тұрамыз, 126 балабақша. Бірақ сырттан кіреді. Сонда сол балабақшаны визуализация жасаймын ғой жаңағыдай. Отырып алып сол кабинетті, бір зал үлкен бөлмесін алып, сол кабинет менікі болса деген сияқты. Бір уақытта осы қараша айының соңында сол жердің егесі мен балабақшаның бір бөлімін арендаға берейін деп едім дейді, сырттан келетін. Мен алайыншы деймін. Мен жолдасым қарсы, сен не істеп жатырсың? Бұл қалай? Ол кезде ипа ашу ештеңе білмейміз ғой. Жақсы дедік, ол кісі де осы заттың бәрін қалдырам деді.
Сіз тәуекелге барып, тәуекелге бардым, бірақ өзімдегі ішкі күшіме сендім. жалға алып жатсыз. Әлі қайдан келетінін білмейсіз. Білмеймін. Ол кезде енді психолог болып телевидениеға барып жүреміз. Сол кезде жаңағы Мақпал Қаратаймен тоже бірге араласам. Одан кейін бітті. 1 декабрь ашам дедім. Сөйтіп 1 декабрь күні ашылуын жасадым. Оны жасамас бұрын маған директор көнбей қойды ғой. Сол кезде мектепте Динара деген мұғалім болатын. Қызы дауна болып туылды. Сол кісі Бақытгүл, мен ол кісі отдел кадр еді. Мен дефектологияны оқып жатырмын. Ешкімді тыңдама, кете бер деді. Сол кісінің маған сөзі хат бір поддержка болды. Ешкімді тыңдама, артыңа қарама, дұрыс сенікі деді, кет. Сонымен кеттім. Ал енді ашылуын жасадым. Сонда осы телевидениеге келіп жүрген сол кісі Мақпал Қаратаймен таныстым. Ол кісіге звондай салдым, маған лентасын қиып беріңізші деп. Жарайды, барайын деді. Ол кісі келетін болды. Сонымен кішігірім сол бір бөлмеде, сол жерде аяқ шешеміз бір бұрышында. Кіреміз, сол жерде сабақ болады. Жаңа лентасын қиып, Мақпал Қаратай келіп бірге қиып, ол кісі келіп қиды. Сонымен жаймен деп жұмысты бастап кеттім. Қасыма бір көмекші алып алдым. Ол көмекші де ата-ана болатын. Бақтыгүл, ашсаң көмектесеміз. Сонымен өзімнің жаңағы үйге барып жұмыс жасайтын балаларым келе қалды. Яғни әрі қарай бірте-бірте үлкейіп кеттік. Дәл қазіргі уақытта негізі бүкіл Қазақстан бойынша 120 маман қол астында жұмыс жасайды. Астана қаласына 30-ға жақын маман жұмыс жасайды. Міне сол кезеңдегі бір түрткі болған негізі адамның білімділігі, адамның біз әдеби кітап оқи білу керек, ойлаймын. Өйткені сол нәрсе адамның ой өрісін өсіреді. Бір кітапты оқысаң да бір түйінді сөз аласың, бір түйінді ой аласың. Ол өзіңе азық болады. Міне сондай кішігірім сөз, бір кітаптың бір түйген ойының өзі менің бүкіл өмірімді өзгерте білді. Керемет. Осы таңда сіз айтып отырсыз, ерте тұрып таңғы 5-тен мен практикалар жасадым. Көрермендермен сол практикаңыздың біреумен бөлісіңізші. Бұл жерде енді өзім дипломы бар психологпын. Негізі психологияның 200-ден астам түрі бар. Біздегі қазір психологтардың бәрі коуч, психологпын. Жоқ, психологтар емес, жай мотиваторлар. Олар мотиватор, психолог емес. Өмірлерінде бір деңгейді өткізді, плюс жағына қарай. Өздерімен жұмыс жасап, сосын психолог жатпайды. Психолог ол дипломированный болу керек. Психоаналитик жасай алу керек, терапия жасай алу керек. Психологияның өзінде 200-ден астам саласы бар. Перинаталды психология бар. Ол перинатальный психологиямен әсіресе мынау РОВД-да, түрмеде отқан психологтар жұмыс жасайды. Зоопсихология бар. Біз педагог психологты бітірдік. Психологтың өзі бар. Көріңіздер, бұның салалары өте көп. Ал енді біздің коуч-психологтардың айтып жүргені, жайды коуч дей салайықшы, ол рухани психология, ол бір саласы ғана. Жалпы ондай жұмысты психологияны оқығаныма да еш өкінбеймін. Жалпы біз осы алғашқы түлектері болды. Осы психология 2004 жылы енді осы факультет ашылып жатқанда бір хит мамандық болды ғой. Вот сол кезде оқуға түскен болатынмын. Жалпы біз отбасы психологиясында оқыдық ол жерде тереңірек. Сол жердегі алған отбасы психологиясын оқыған білімді жалпы мен өзімнің отбасымда пайдалана алдым. Ал енді маған мотивация берген көп бізде аналар, қыздар, рухани жаңа коучтардың, психологтардың өткізіп жатқан семинарларына барады. Бірақ 1000 адам барады, оның ішінде 5-еуіне нәтиже болады. 100 адам барады, 2-еуіне нәтиже. Не үшін? Себебі практиканы ұзақ жасамайды. Бір, екіншіден немесе мүлдем жасамайды. Кез келген психологиялық терапиялар жасағанда, немесе өз-өзімен жұмыс жасаған кезеңде қарсыластық болады мида. Таңертең ұйықтап қалу процесі болады, немесе бірдеңе кедергі болады. Сол кезеңдерде біз тастап қоямыз. Басын бастаймыз, соңын аяқтамай қоямыз. Міне, адам өзінің ішіндегі мотив бір түрткісіне жету үшін жалқаулықты жеңуіміз керек. Міне, сондай қазір тұрам деген сөз келді ма? Ұшып тұру керек. Керісінше. Сізге қарсы ағын ақса, сіз қарсы шығуыңыз керек ол нәрсеге. Немесе бір күн ұйықтап қалады да,
ертесіне ой ортада бөлініп кетті деп тұрмай қояды. Жалпы мен айтар едім, мынау 90 күн мен 30 күн мен 90 күннің арасындағы бұл ғылыми зерттелген біздің миымыздағы нейрондар өзгереді. Бұл жерде дегеніміз ең бастысы не жасадым? Ең бастысы мені таңертең ерте тұрамын да, сондағысы ары кетсе бір 7 күн 9 күн жасаймыз болды. Бірақ мен айтпаймын күнде үзбей жаса деп. Себебі мысалы таңертең тұрдым, миымдағы керек емес дүниенің бәрін жазып, ол кезде бір жағып жүретін нәрсе де жоқ, домда тұрамыз. Дәптердің парағына жазам, өйткені унитазға ағызған кезеңде жақсы ағады. Күнде жазам, арасында қарсыластық болады, ұйықтап қалам. Это нормальный процесс деймін да, өзіме келесі күн жасап кете беремін. Солай жасаймын. Сонда негативті установкаларыңыз жазасыз? Негативтер жазам да, бұл не? Іштегі реніш өкпелерді. Барлығын жазам, тастаймын. Өзі бірінші, екінші күні бір түрлі болады, үшінші күні выгорание басталады. Ары қарай 7 күннен кейін жүрегіңде ешқандай ауыртпалық болмайды. Жеп-жеңіл. Одан кейін басталады, ешкімге ренжімейсің, өкпелемейсің. Менде міне сол 2016-17 жылдар осы процесс жасаған екен. Менде қазір білмеймін, мен ешкіммен өмірімде ұрсып көрмеппін. Ешқандай бір маманыма қатты айқайлап көрмеппін. Ренжіп көрмеппін. Сонда мен жүрегіме ауыр салмақ салмаймын. Барлығын қабылдай бастаймын және анализ синтез жасап, кері байланыс жасаймын. Кейде осы установкалар жасаған кезде мамандарымнан мен тапсырма берген кезде орындамайтын кезең болады, бірақ ол кезде де айқайлай алмаймын. Не үшін? Себебі мен басшы ретінде қол астымдағы маман берген тапсырманы орындамады ма? Маманның кінәсі емес, менің кінәм. Себебі тапсырманы дұрыс мен берген жоқпын. Қайтадан келіп өзімнен іздеп, анализ жасап, кері байланыс жасаймын. Міне 7 күн бойы осылай минусовой состояние жасап, оған бір сағат уақыт кетеді, немесе 40 минут уақыт кетеді, жылайтын жер жылап аламын, сықтап аламын. Өзім блокнот. Менде блокнот деген жетеді. Сөйтем да осы жақта жазып кете беремін. Өзімнен бастап осы күнде сол нәрсе қайталана береді, бірақ көшірмеймін, ойыма келеді, жаза беремін. Артынан жай шүкіршілігін жасап отырамын. Жалпы мен өзім жасаған терапиям осы болды. Содан кейін рухани психологияда айтады, біреулер 77 күн жаз, 100 күн жат, мен оған келіспеймін. Жақсы, арасында ми қарсыласады, ұйықтап қаласың. Біреу кедергі болады. Жақсы, бұл болу керек ондай нәрсе. Бұл норма. Бірақ одан кейін тоқтамай жалғастырып кете беру керек ол нәрсені. Дисциплина керек демек. Кем дегенде 30-дан 90 күн аралығында жазу керек. Жазу керек. Мынау 7 күндік минусовое состояние, бір 7 күн 9 күннен кейін уже өзің жаза алмай қаласың. Ары қарай не ол? Өмірлік мақсат қоясың, жоспар құрасың, қалыпты деңгейге түсесің. Жаңағыдай өзің мынау менде мынандай нәрсе. Қазақстанда мысалы 2030 деген стратегия бар, 2050 деген стратегия бар. Жалпы мен өзімнің өмірлік стратегиям бар. Содан кейін 1 жылдық жоспар жасаймын. Керемет. Өзіме айлық жоспар жасаймын, есеп берем. Күнде жатардың өзінде бүгін не істедім? Өзіме қандай жақсылық істедім, қандай пайдалы жұмыс жасадым деп есеп берем. Егер қандай пайдасыз жұмыс жасадым, біреуге бір әрекетім бар болса, ертеңгі күні оны қайталамауға тырысамын. Міне сонда біз уже уақытты өзімізден жай кеткен уақыт, энергияның бәрін үнемдей білеміз екенбіз. Негізі ең бастысы бәрі баланста, жүректе тыныштық болса, адамның қазіргі уақытта энергия. Мен үшін қазіргі таңда ақшасы бар адам бай емес, жүрегі тыныш адам бай адам. Және қабылдап, дұрыс анализ синтез жасап, оны шығара берген дұрыс болады. Міне осы психологиядан кейін қабылдауды үйреніп барлық нәрсені. Сонда 2017 жылы мамам ауырып қалады, ауырған кезеңде хабар келеді, мен барғаннан кейін 3 күннен кейін қайтыс болады. Сонда уже 3 күн больницада жатыр, мен үйдемін. Сонда үйдегі жаңа жеңгемен ағам айтам, уже комада жатыр, кіремін ғой жаңағыдай. Больницаға кірген кезде қараймын, уже ет пен сүйек ажырап жатыр. Уже сездім. Сонымен күнімен ол кісінің сіңілері үйде білдіртпейміз. Біз түнде дайындаламыз. Датуы қабылдап қойғаннан кейін уже не істеймін? Біз не істей аламыз? Ештеңе жасай алмаймыз. Мынау уже миым соған дайын тұр да.
уже осы психологияның арқасында уже сондай дүние келсе де депрессияға түспей өз өзімді ұстап қайта сол кісінің осы нәрселерін аманатын дұрыстап шығарып салу. Сөйтіп түнімен не істейміз, жаңағыдай дайындаламыз. Оларға да түсіндіремін. Әпкем бар, ол кісі андай өзі транспортный академия бітірген, бұндайға қарсы, ондай психология онша мән бермейтін еді ол кезде. Ол кісі қазір Алматыда бізде орталықтың қазір директоры ауысты. Сондағысы осы қабылдай білу деген дүниенің барлығы, бұл өмірде қандай ситуация кездессе де өзіңді ұстауға, оны анализ, синтез жасауға жақсы көмек береді екен. Бірақ кәсіп жасайтын адам жаңағыдай өзімен қатты жұмыс жасау керек. Ол жаңағыдай стрессті ситуацияларға, депрессияға дайын болу керек. Өте қатты стержень да демек. Дайын болу керек бұл нәрсенің барлығына. Өйткені мысалы қазір біз орталық 8 жыл болды ғой. Ол неше түрлі ситуация болды. Мамандардың арасында неше түрлі ситуация болды. Бірақ мен тырыстым орталықта мамандардың өзін баланста ұстауға. Өзімнің өткен өмірімнен қалай үй алу керек, қалай психологиялық тұрғыдан жұмыс жасау керек, барлығын қазір қол астымдағы мамандарға да мен оны үйретіп келемін. Тәжірибемен баланста ұстауға тырысамын. Содан қабылдауға үйрену дейміз. Яғни біз агрессияны шығара алмағаннан кейін біз кейде біздің агрессиямызды балалар шығарады. Міне, бұл қабылдай білудің де кері әсері бар. Оны да зерттедім. Қалай, сонда сіздің балаларыңыз менің переходной возрастта үлкен қызым активный өзі. Неге бұлай болды, неге бұлай болды, мен тағы зерттей бастадым. Өзі сонда қарасам, мен бүкіл нәрсені қабылдайды екенмін, бірақ мен агрессия шығармайды екенмін. Жаңағыдай енді әрине тән рахатына, жаңағы массажға барамыз, неге барамыз барлығына, бірақ спортқа бармайды екенмін. Эмоция шықпай қалады. Шықпай қалады екен, агрессия шықпайды. Эмоция, енді сабақта бәрін күліп қарайсың, қарсы аласың, жүректе ауыртпашылық жоқ, бірақ бәрібір адамда шығып тұру керек ол нәрсе. Менде шығара алмайды екен сол нәрсені. Содан түсінгенім бұл жерде менің шығара алмаған агрессиямды біздің балаларым шығарып береді екен. Сондықтан айтады ғой, жаңағы ата-ананың айнасы бала деп. Содан мен ол қызымды зерттей келе, сонда не істеуім, енді не істей аламын? Енді мен агрессиямды спортқа баруым керек екен. Спорт арқылы шығаруым керек екен. Сондықтан да ойлаймын, кез келген кәсіпте жүрген, қол астында мамандар бар, басқарушы болып тұрма, бұл тек өзінің жасап жатқан жұмыс саласын ғана емес, ол жан-жақты жұмыс жасау керек деп. Ал енді отбасын тастай білу керек, ол жөн тайм-менеджмент керек. Біреулер ойлайды, Бақтыгүл апай біреу ешкім көмектеспейді. Үйде өз кәдімгідей үй шаруасын үйде мамамын, ұрсатын жерде ұрсам, тиятын жерде тиям. Жұмыста басшы ретінде кейде қыздар жеке шақырылып құрбы ретінде сөйлесем. Не үшін құрбы ретінде? Себебі бізде енді ерекше балалармен жұмыс жасағаннан кейін қол астымдағы мамандар агрессияға берілмей, стресске берілмей жұмыс жасаса деймін. Сондықтан да мен үнемі жалақыларını уақытылы беруге тырысамын. Және де ол мамандармен жұмыс жасаған кезеңде жеке шақырып алам. Әрине, адам болғаннан кейін неше түрлі жағдай болады, мен айтамын, жасырмаңдар деймін. Ол кезде жеке шақырып алып сөйлеймін. Себебі бұл балалармен жұмыс жасағанда бір рахаттанып жұмыс жасасын деймін. Енді менде мынандай сұрақ болып тұр. 8 жыл бұрын бірінші өзіңіздің центріңізді аштыңыз. Сол кезде енді логопед дефектологсыз, қиын балалармен жұмыс істейсіз, оңай сала емес. Осы кезде ең алғашқы сәттеріңізде қандай қиындықтармен кездестіңіздер? Оны қалай жеңіп шықтыңыздар? Қалай осы қолыңызды бір сілтеп, жоқ, мен бұнан істемеймін деген кездеріңіз болды ма? Ол кездерде әрине жаңағыдай центрден центр ауыстырамыз. Ол стандартты да білмейміз. Біз деген ішіне суреттер, түнімен суретті бояймыз. Ол жерде балалар бар, маман жоқ. Өзім түнімен техничка болып пол жуам, күндіз директор болып тұрам, және маман болып тұрам. Бас кезінде осындай кезеңдер болды. Барлығын өзіңіз істейсіз? Барлығын өзім жасап жүрдім. Омен қоса үй, балалар кішкентай, оларды сабаққа жіберу керек, күтіп алу керек. Жаңағы жолдасым үнемі таңертең ерте кетіп, кешке келетін жұмыстан. Менің жаңағы не жасап, арасында оған айта бастаймын. Әрине, ол кезде де біраз поддержкалар беріп тұрды, оны ремонт нелердің барлығында. Бірақ
білмеймін, осы 8 жылдың ішінде бір мендегі осы орталықпен жұмыс жасағанда бір есімде қаларлықтай қиындық болған жоқ. Себебі өзімнің стратегиям болды. Мақсатым үнемі мамандардың білімін жетілдіру. Мақсатым бір орында тұрған жоқпын. Орталықтың жүйесінде этаппен ауыстырып, үнемі білім алып отырсыз. Білім алып отырамын, активный жұмыстарға қатысып отырамыз. Сол сәтте сізде бір мотиватор, ұстазыңыз, осындай болғым келеді деген бір тұлғалар болды ма? Солардан сабақ алып жүрген, білімді қайдан жинадыңыз? Көбінесе біз осыдан дефектологияны оқыған кезеңде көбінесе ресейлік мамандардан білім алдым. Өзім қатты мотивация алған кезім осы жаздың күні бізде халықаралық форум болды ғой. Тайжан Сейдалиевна ұйымдастыруымен. Міне сол кісі форумға спикер ретінде шақырды ғой, жаңағы бейіз елде барған. Міне кезінде мен сол кісілердің кітаптарын оқыдым, сол кісілердің онлайн сабағын оқыдым да. Маған қатты мотивация болған. Бір қатарда тұрып, сол кісілермен бірге өзімнің де жаңағы докладымды оқыған кезде өзім қатты мотивация алдым сол кезде. И ол кісілерді кәдімгідей бетпе-бет отырып, бір дастарханды ас ішкен кезде ас ішіп отырып, өзіме қатты бір өзім мотивация алдым негізінде. Көбінесе біз сол кезінде ресейлік кітаптарды соларды оқыдық. Қазір енді ол кісілердің жастары 80-ге 90-ға келді ғой. Сонымен қатар одан бері қарай үнемі білімдерді алып отырдық. Себебі бұл арнайы педагогика саласында жалпы сөйлеу тілі тежелген балалармен жұмыс жасаған кезде оның қазір бейімделген спорт шықты, санкционалдық интеграциямен, түсінік қалыптастырумен біз үнемі білім жетілдіріп отырдық. Және де өзіме осы білім жолын еңбектерім арқасында өзім қатты былтыр, міне мен өзім Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде оқуды бітірдім, педагогика факультетінде. Былтыр университеттің 30 жылдығы болды. Енді әр факультеттен шақырады ғой. Жаңағы менің университетті бітіргеніме уже 15 жылдан асып кетті. Сонда мені сол кезде құрмет азаматшасы ретінде шақырды ол кісілерге. Өзім қатты қуандым. Яғни 30 жылдың ішінде сол университеттен, яғни педагогика саласына үлесін қосқан маман ретінде шақырды. Бүкіл университеттің алдында халықаралық қазақ-түрік болғаннан кейін Түркиядан да президенттері келіп барлығы сол кезде құттықтау жасап, халықаралық деңгейдегі осы педагогика саласына үлес қосқан азаматша деген алғыс хат берген кезеңде өзім қатты қуандым. Сол кезде мен ұстаздарым барлығына басымды иіп алғысымды білдірдім. Міне сол кезде де еңбегімнің ақталғанын деп білдім. Көп білім алады екенсіз, тоқтатпайды екенсіз, және академиялық білім сіздікі. Тек қана мотивационный, жаңағындай жеңіл курстар емес. Тұлғалық даму дегенді мен еш уақытта тоқтатқан жоқпын. Мынау 2017-ден бастап онлайн сабақтар, офлайн сабақтар мамандарға бере бастадық. Одан кейін бері қарата қазақ логопедиясын 6 қыз болып, қазақ логопедиясының ассоциациясын қоғам құрдық. 6 қыз қазақша жоқ болды ғой өздері. Міне сонымен бірге өсіп келе жатырмыз қазіргі уақытта. Және де жалпы бұл жұмыста мен айтар едім, тұлғалық даму тоқтатпау керек, жан-жақтылық тоқтатпау керек. Себебі білесіздер ме, әрбір адамның өзінің харизмасы болады. Вот сол нәрсе болу керек адамда. Енді қазіргі таңда міне 5 филиал, сізде бар, қаншама мамандар, қол астыңызда қызметкерлер жұмыс жасайды. Осы филиалдарға поток клиентов дейміз ғой, қамтамасыз ету үшін сіз қандай маркетинг шараларды қолданасыз ба, әлде сарафанный радио ма, не істейсіз осы 5 филиалды толыққанды жұмыс істеуге қамтамасыз ету үшін? Мен қазір ештеңе істемеймін. Мен қазір өзімнің сол дамытып келген жеке брендімді дамытып отырмын. Орталықтар сол сарафанный радиомен келеді. Өзінің инстаграмдары бар, болды. Мен ешқашан, мысалы, мүлдем айтпайды екенмін. Ақтөбе қаласында орталығымыз бар, бала жинап жатырмыз. Жарнама жасамайсыз? Жасамаймын. Алматы қаласында бар, немесе өзіміздің орталықта да деп өзімнің жеке брендімді дамытып отырмын.
жеке брендті дамытамын деп дамытқан жоқпын ғой. Ол да осы инстаграммен шықты, өзімізді жай шығара бастадық, ойымызбен бөлесе бастадық. Сөйтсек бұл соңында міне жеке бренд болдық, адамның имиджі көрінеді жеке бренд арқылы, иә. Міне соның бәрін дамыта бастадым. Дәл қазіргі уақытта мысалы мен өзім логопедтерге, бұрын мен жай арнайы педагогика, классикалық логопедияны үйретсек, қазір терең логопедия, дифференциалды логопедияны үйретіп жатырмыз да. Сонымен соңғы кезеңдерде жалпы орталық жүйесін, қалай орталық ашу керек деген нәрсені үйретіп жатыр мамандарға. Себебі кезінде бізге ешкім үйреткен жоқ қой. Енді соның ішінде көп мамандарына разбор кеткенімде, сөйлескенімде көбісінде финансовый модель дұрыс емес. Ішкі бухгалтерия, сыртқы бухгалтерия осы жағынан көбісі қиналады екен. Және бағаны дұрыс қоя алмайды. Адамда сенімсіздік төмен болған кезеңде әрине ол жерде қарыз болып кетеді, немесе жаңағыдай ата-ананың гарантиясы арқылы қайтадан қаржысын қайтып алады. Өйткені басшы не болып тұр? Өзіне сенімсіз болып тұр. Жақсы біліміне сенімді болғанымен көп маманның қателігі тек қана сол арнайы педагогиканы ғана оқи береді. Мен айтар едім, мен жалпы бұл өзімнің өсуімде жалпы стилистермен де жұмыс жасадым. Сам себе визажисті де. Адамның кішкентай еңсесі көтеріліп, имиджі көтерілу үшін, екінші бір адаммен қарым-қатынас жасау үшін, әрине сіздің сөйлеуіңіз, сіздің басшы ретінде ол кісілер мойындау үшін ол тұлғалық дамуды әсер етеді. Міне көп мамандарда осындай қателік кетті. Әрине мен бұны жасаған кезінде ең бірінші психологиялық тұрғыдан жұмыс жасаймын. 1-2 күн терапия жасаймын. Одан кейін ғана барып жүйені таныстырамын. Сонда мамандарға айтар едім, әрдайым осы жеке бренд дамытыңыздар. Бұл сіздің жеке имиджіңіз. Сол арқылы адам сізді тани бастайды. Қазіргі уақытта бұны мемлекет те қолдап жатыр. Мысалы, кеше біз Атамекен қорының ұйымдастырған жалпы республикалық деңгейде кәсіпкер әйелдерге үйреткен кезеңде ол жерде де жеке брендті айтып отыр. Міне, мен экранның алдына сөйлей алмаймын. Айтады, мен жаңағыдай паразитпен сөйлеп, паразитсіз сөйлеу үшін адамға ол ғылымилық керек, нақтылық керек. Ол тек қана ғылымилық емес, ол жерде сен әдеби тілде жеткізе білуің қажет. Ал енді экранның алдында сөйлеу үшін өзіңе сенімді болу керексің. Адам өзіне сенімді қай жағынан болу? Тұлғалық жағынан болсын, білімділік жағынан болсын. Сол кезде бетпе-бет экранның алдында еркін сөйлей аламыз. Ал сіз өзіңіз контент жасауға қанша уақыт бөлесіз? Маған ары кетсе 1 сағат, жарты сағат жетеді. Мен ешқашан контент жасаймын деп бірден дайындалмайды екенмін. Мынандай сұрақ қояды деп барған жерінде алдын ала ешкім айтпайды екен. Маған ол ұнамайды. Элементарный мен курстарымды түсірген кезеңде де мен ешқашан дәптерге қарап айтпайды екенмін. Тақырып айтылды ма, ойыма келді, айтып кете беремін. Өйткені бұл дүниенің барлығы менің іс тәжірибемде өтті. Мен тек қана теориялық тұрғыдан оқып, оны мамандарға жеткізген жоқпын. Немесе деп тұрған жоқпын. Не үшін еркін, өз ойымды еркін жеткізіп айта аламын? Себебі барлық жұмыс, кез келген әдіс тәсіл өзім үйрететін. Менің практикамнан. Тәжірибеңізден. Иә, сол үшін еркін айта аламын осы жерде. Жақсы, енді сіз көп балалы анасыз. Осы ретте 8 жыл бұрын бастаған кезде әлбетте балаларыңыз кішкентай. Сол кезде бір қандай сезімде болдыңыз? Ана кінәсі деген болған жоқ па бойыңызда? Сонда бір балаларыма бермей жатырмын, ол жетпей қалады деген. Әрине, мынау балаларды мектепке жіберем, алып келеді. Бірақ осы жұмыстың 4 жылдан кейін қарасам, балаларым өсіп кетіпті. Өйткені мен бір жерге қосымшаға апарайын десем, ол деңгейін өтіп кеткен да. Вот сол кезде мен карьера, жұмыс деп кетіппін. Балаларым тек мектеппен ғана қалып қойған. Болды ондай кезеңдер. Стоп дедім. Сосын фокусты отбасыма бұрдым. Балаларым жұмысын дұрыстай бастадым. Оның бәрін реттедім. Олардың қалаулары бойынша апаратын жерге оған уақыт бөлдім. Мен содан кейін қолға ала бастадым ол нәрсені. Осы үшінші қыз, мен енді 2 ұл, 2 бала менде. Үшінші қыздан кейін 4-ші ұлдың арасы 8 жыл. Мен өзім ерекше балалармен жұмыс жасағанда,
мен дүниеге сәби әкелу деген нәрсе қорқыныш болды. Себебі алдыма түрлі балалардың саны көбейіп, бұзылыстары көбейе бастағанда, бізде ол кезде Қазақстанда сол балалармен жұмыс жасайтын невропатологтардың өзі аз болды медицина саласында. Мен қорықтым. Сонда не істедім? 1 жыл, 1,5 жыл психологиялық тұрғыдан жұмыс жасадым өз-өзіммен бастап. Өзіммен жұмыс жасай бастадым. Сосын 2021-де ол баланы дүниеге алып келдім. Себебі мен өзім ерекше балалармен жұмыс жасаған кезінде мен өзімде қатты стресс пайда болды. Міне сол практикамды мен орталықтағы қыздармен де жүргіземін. Себебі олар болашақ ана, басында қорқады, қалай жұмыс жасайтын кезде. Кейде жаны ашиды, кейде ол балаларға, өйткені бұл балаларға дәл қазіргі уақытта біз қатты жанымызды ашып, құшақтап отыра беретін болсақ, ертеңгі күні ол балаларға уақыт өтіп кетіп бойына болады. Мен қыздарға соны түсіндіремін. Қазір бала қиналсын, өйткені тапсырма бергенде жылап жасағысы келмейді. Жыласын, орындасын, міне 1-2 жылдан кейін бұл балаларға жақсы болады деймін. Барынша мамандарға түсіндірем, тұрмысқа шығатын кезде түсіндірем, орталыққа қабылдаған кезінде, өйткені бұндай баламен жұмыс жасағанда кез келген маман 2 аптадан кейін уже басым ауырды, выгорание, сондай бола бастайды. Мен кез келген маманды өзім білемін. Сол кезде психологиялық тұрғыдан жұмыс жасай бастаймыз ол маманмен. Орталыққа маман келгенде бізде еш уақытты, мен мысалы орталыққа келемін, кез келген кабинетке бізден топтық сабақ, соның ішінде жеке сабақ қалады. Кез келген сабаққа кіріп кете беремін. Мамандарда қорқыныш жоқ. Директор келатыр деген сияқты бұрындай. Өйткені ол процестен өзім өткем да, бастық келатыр десе бәрін әдемілеп қоямыз, бірақ ар жағымыз дұрыс емес та біздің. Қыздарға айтамын, қалай бар солай сабақ өтіңдер. Сол үшін өйткені мен олардың шынайылығын көргім келеді. Олардың шынайылығын көрген кезеңде бізге коррекция жасайтын жұмыстар көзімізге көрінген кезеңде әрі қарай тереңірек жұмыс жасау оңай болады бізге. Демек сіз өз қол астыңыздағы жұмыскерлермен өте қатты тығыз жұмыс жасайсыз. Тығыз жұмыс жасаймыз. Біз мен ата-аналармен де үнемі жылына 2 рет, 3 рет психологиялық терапия жүргізетінмін. Психологиялық тұрғыдан жұмыс жасаймын ата-аналармен де, барынша әйтеуір ата-ананы сауаттандыру баламен де. Өйткені әрине бұндай ерекше баласы бар анамен көбінесе выгорание кетіп қалады, иә. Барынша жұмыс жасауға тырысамын. Демек, бұл жерде үлкен жұмыс атқарылатын себебі жақсы нәтиже алу үшін 3 жақты ата-ана, мұғалім және сол жердегі келіп отқан бала. Сол үшін де мүмкін осы кәсібіңіздің жетістіктерінің себебінің бірі осы болуы мүмкін бе? Сіз өте ішіне беріліп жұмыс жасайды екенсіз. Мен бастықпын деп қана сыртынан немқұрайлы қарамаймын. Мен үнемі енді 2 орталықта, мысалы Астана қаласы 2 директор бар, бірақ күнде бір күні бірінші орталыққа барам, екінші күні екінші орталыққа барам. Бұрын қалай бармын солай, барынша ата-аналарды көруге тырысамын. Бала қол астымдағы мысалы балалардың барлығын беремін. Өйткені барлық баланың деңгейін білемін. Өйткені бізде балалар үнемі ауысып отпайды. Бір келеді, этабымен, жаймен, деңгейімен көтеріле бастайды балалар. Ол ұзақ жұмыс. Ол ұзақ жұмыс талап етеді. Өйткені 3 жасқа дейін толық сөйлемеген баламен 6-7 жасқа дейін деп айтатынбыз. Кем дегенде. Бірақ қазіргі таңда 10-12 жасқа дейін жұмыс жасауды талап етеді. Негізі бұндай бала, енді мен ата-аналармен психологиялық терапияны айтайыншы, міне қазір соңғы 1 жыл, осы 1 жыл көлемінде аз жасап жүрмін. Оның да себебі бар, енді ата-аналарым енді кейде ренжиді. Не үшін? Енді балалар орталыққа келгеннен кейін мен терапия жасағанда ешқашан ақы алмайтынмын. Өйткені бала үшін төлеп жатыр ғой ата-ана. Бірақ маған осы былтыр май айында мен ата-аналармен біз табиғатта 50 адамға жақын терапия жасадық. Әрине ол терапиядан кейін бір ата-аналар құса бастады, бірақ неше түрлі нәрсе болды. Яғни ол терапия өтті деген сөз. Бірақ оның ертесіне өзім құладым. Экстренный барып больницаға түстім. Айтады ғой, мен үнемі айтам да, әйелдің стресі маткада деп көп сөйлейді екем да. И ата-аналармен действительно жұмыс кетті, нәтижелеріміз жақсы, жылына 4 рет жасаймын. Бірден экстренный гинекология түсем. Сонда маған айтады хирургияда,
вот сізден мынада полный матканы алып тастау керек дейді. Мен таңғаламын, мен ауырмай бүгін ғана ауырып тұр ғой экстрен. Жоқ, болмайды. Қазір көреміз, бір дәріні салдық. Егер 70 сағаттың ішінде сізде нәтиже болмаса, маткаңызды алып тастаймыз. Мен сразу есіме түсті да, не істедім сол кезеңде? Отработка жасадым. Өз-өзімен жұмыс жасай бастадым ана жерде. Енді жаңағындай ата-аналарға алғыс білдіріп, олар маған алғыс білдіріп жатқан енді өзімнің техникаларым бар, сонымен жұмыс жасай бастадым. Мен бірақ врач келді, жоқ, лечениеға болады екен деді. Сонда маған осы психологияны оқығанның арқасында, түрлі терапияларды жасай білудің арқасында, өз-өзімен жұмыс жасайтын арқасында мен осы нәрсені түсіндім. Одан кейін лечение жасап, больницадан шықтым. Демек, сізді қабылдайсыз, берген нәрсені ата-аналарға, балаға деген көп нәрсені бересіз, бірақ олардан да сізге алыну керек екен да, ол нәрсені мен әрине ол нәрсені білем, бірақ бұл жерде көмектескім келді ата-ана үшін. Содан кейін мен жаймендеп терапияны тоқтата бастадым. Бірақ мотивациялық сабақтарды өтем. Өйткені мен психологты, именно терапия жасайтын психологтарды түсінем. Сол үшін бұл жерде рухани психолог, коучтан ол мотивация береді да. Ал действительно терапия жасайтын маман ол бөлек. Ол өзінің жан-тәнін береді. Бірақ ол нәрсенің ақысы болады да. Міне содан кейін тек қана мен мотивация беретін болдым ата-аналарға. Отбасыңызға оралсақ, осы таңда кәсібіңіз жүріп жатқан кезде жолдасыңыздан көбірек ақша тапқан кездеріңіз болды ма? Ол қалай қарады? Қалай қабылдады? Енді айтайыншы, мына карантиннің кезеңінде ол менің жұмысыма араласпайды, мен оныкіне араласпаймын. Негізінде менің даже кассамды 8 жыл болды, мүлдем араласпайды екен. Сол үшін шығар, енді барынша орталыққа да, керек обучениеға да өзім жаратып не жасаймын. Айтады ғой, әйел ер кісінің қолынан күректі алып қойған кезеңде ер кісі жатаған келеді. Ер кісі жайдан жай жатпайды. Біз өзіміз алдына түсіп кетеміз. Міне менде осы нәрсе болды. Карантиннің кезеңінде мен жұмыс жасаймын. Не істейміз? Қолымызда бұрған екен істейміз. Холодильникте толтырып қоямыз. Балалардың проблемасын төлеп қоямыз. Ананы төлеп қоямыз. Жаймен жұмыс онлайнға кете бастады. И қаржы азая бастады. Мен сол кезде түсінгенім, стоп, мен не жасап жатырмын? Өйткені ер кісіге біз проблема создавать етуіміз керек қой. Ол кісі әкелу керек қой негізінде. Не істедік? Ер кісінің қолындағы күрегін алып қойдық. Біз өзіміз шығып кеттік. Міне осы жерде де жұмысы азайып, қаржы азая бастаған кезде одан көрген жоқпын да, қайтадан өзіммен жұмыс жасай бастадым. Стоп, мен не жасап жатырмын? Бұл ертеңгі күні өткені қолындағы күректі алып қойып, мен шауып кеттім. Ол да дұрыс емес. Міне сол кезеңде де өзіммен жұмыс жасап, ол баланста болу керек нәрсе. Міне ондай кезеңде де біз стоп деуіміз керек, себебі эго өсіп кетеді ол кезде. Әрине эгоист болған жақсы, бірақ оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Просто эгоисттік осы жерде өзің бір қиын ситуацияға түскен кезеңде ешкімге кедергі жасамай, сол ситуациядан шығу үшін ол қажет болады да. Не істедім? Жаймен деп кей жолдасыммен де жаймен өзім жұмыс жасай бастап, оны балансқа қойдым. Ал жаңағы армандаған мектепте жұмыс істеп жүрген пәтеріңізге жете алдыңыз ба? Енді міне біз жұмыс жасағаннан кейін, сосын жолдасым екеуміз қаржы жинап, сол кезде бір қолымда 8 миллион бар, жилстройға барам. Жилстрой емес, үй алайын деп жүрмін ғой енді. Компанияларға барам, жилстройға барам. Жилстройдағы айтады ғой, сіз очередьте тұр екенсіз ғой дейді. Сізге ол үй беріледі дейді. Сонда мектепте тұрған очередьтегі үйім жеке кәсіпкер болсам да бәрі өзіме бұйырды. Себебі мектептен шығып кетсем де, мен ол жерде тіркеліп қойған екен, ол үйді ала алады екен. Сонымен бір кісі болды сол жерде, сіз қазір жилстройдан алыңыз деді. Өзі мынау программамен алдым ол кезде. Арасына бір айдан кейін сол қолымдағы 8 миллионды компанияға қойып, екінші үйімді алдым. Күшті. Қазір артқа қарасаңыз, ең дұрыс шешім қай кезде болды? Ең дұрыс шешім сол 2016 жылдары өз-өзімен жұмыс жасап бастағаным дұрыс болыпты. Мен кәсіп ашқаным демеймін.
мен өз өзімен жұмыс жасай келе қаншама миымдағы нейрондарды ауыстырып, анализ, синтез жасап, барлық нәрсені саралап барып кәсіпке келдім. Егер мен мұндай нәрсені сараламай бірден кәсіпке келсем, мүмкін бұл құлап қалар ма еді? Мүмкін бұл Индиго бала орталығы бұлай болмас па еді? Бақытгүлдің жеке бренді бұлай дамымас па еді? Сол үшін де айтар едім, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар, нәтижесі болады. Үзбей жасай беріңіздер. Өзіңіздің жеке тұлға екеніңізді еш уақытта ұмытпаңыздар едім. Және кез келген сұрақтың жауабын өзіңіздің ішінде екенін біліңіздер. Сұрақ қойып көріңіздер, күнінде өзіңізге мен кіммін, не үшін келдім деген сияқты сұрақтар. Оның жауабы келеді өзіңізге. Жаңа сіз қойып отырсыз ғой, кімдерден қарап, кімге қызықтыңыз деп. Мен жалпы педагогика саласынан оқығанымды ғана айттым. Бірақ мен мына тұлғадан мотивация алдым, мына тұлғадан мотивация алдым деп айта алмаймын. Менде ол әдет. Қазірдің өзінде сұрақ туындай ма? Қай жағынан? Финансовый жағынан сұрақ туындаса, мен финансовый разбор аламын, бірден кітапқа қараймын. Сол сұраққа қарай кітап арқылы жауап табамын. Басқарушылық жағынан бірдеңе дұрыс болмады ма? Басқарушылық туралы кітап аламын. Мен уақытты үнемдей алмай жатырмын ба, немесе уақытты бөле алмай жатырмын ба? Ол кезде тайм-менеджмент кітабы. Яғни көп нәрсені осы кітап оқу арқылы өзімнің сұрағыма жауап алады екен. Сіз үшін әйел кәсіпкер деген кім? Мен үшін әйел кәсіпкер деген барлығын теңдікте ұстай алатын, ең бірінші отбасына құндылығын бере алатын тұлға деп айтарым. Және де ол кәсіпкер әйел агрессиясын емес, өзінің нұрын шашып жүру керек. Және кез келген кәсіпкер әйелде мінезін қалыптастыра білсе деймін. Өйткені кей жағдайда мінез қалыптаспағаннан кейін бұл да дұрыс емес болады. Кәсіпкер әйелде артықшылық бар ма, әлде кемшіліктер көбірек па? Қандай? Мен үшін барлық әйел бірдей. Ешқандай артықшылық та, кемшілік те жоқ. Барлық әйел бірдей. Мен өзімді бұрын Бақытгүл қалай болды? Мен айта аламын, мен өзім мінезім қалыптасқан. Қалыптастыра алдым. Қазіргі Бақытгүл де сондай. Алдағы 1-2 жылға қойған мақсаттарыңыз қандай? Жоспарларыңызбен бөліссеңіз? Мен 1-2 жылдағы жалпы өзімнің қазір бір мақсатым бар. Жаймендеп келе жатырмын. Осы Қазақстандағы инклюзия саласына үлесімді қоссам деймін. Және де болашақта, дәл қазіргі уақытта сөйлеу тілі тежелген орталығымды балалар саны азайып, кәдімгі нормадағы балалардың деңгейінде жұмыс жасайтын мектеп жасағым келеді. Және де Қазақстанда осы балында ерекше балаларға деп айтайықшы, именно аутистік спектр бар балаларға мектеп соғылса, соған ұсыныс жасалса, міне сол жағынан өзімнің бір хат жазып болсын, білімімді қосқым келеді. Ойымды айтып жеткіздіртіп, жоғарыға сондай бір Қазақстанның әрбір аймағында осы балаларға, тек қана аутистік спектр бар балаларға арналған мектеп соғылса деймін. Конкуренттеріңізге қалай қарайсыз? Мен үшін конкурент жоқ. Себебі әр орталықтың өз методикасы бар. Сала бір болғанмен әркім методикасы әртүрлі. Осы салада жұмыс істеп келе жатқан қазір бір белгілі үлкен балалар орталығы жабылып қалды және банкроттыққа ұшырады деп айтылып жатыр хабарларда. Не деп ойлайсыз? Ол 2018 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан орталық болатын үлкен. Қазір енді ата-аналар наразы, өйткені ол жерде төлемақы жыл бұрын төленетін. Қай жерден осалдық кетті, қай жерден қателік кетті деп ойлайсыз? Бұл жерде мен айтар едім, ата-аналар төлейтін төлемақыда алдына алу деген нәрсе болмайды. Мен қарсымын. Бізден де сұрайды рассрочка. Бізден де сұрайды бір жылдық. Бір жыл бойы төлеп қойсақ қандай жеңілдік бар. Мен қарсымын. Біз айма-ай аламыз, және тек қана 3 айға бірден төлеген, үйті ол бізде бұрыннан келе жатқан ата-аналар үшін 3 айға төлейді, бұл кезде жеңілдік бар. Одан кейін алдын ала 1 жылға төлейм деген бала, өйткені бұндай балалардың сферасына болмайды. Ең бастысы бұндай орталықта жұмыс жасаған кезеңде мамандардың балансын дұрыстай білу.
маман выгоранияға кетіп қалмау, маман білімді болып мотивациялық тұрғыдан сабақ беретін болса, кез келген баланы шығара аламыз. Бұл басқарушылықта. Басқарушы маман тек мен деп кетпеу керек. Басқарушы маман өзі қандай, қол астындағы мамандарды солай істеу керек. Мысалы, менің екі орталығымдағы директорлер, мен айтам, сіз негізін қалаушысыз ба? Сіздің директорыңыз білімі сізден төмен болмау керек, немесе жоғары болу керек. Мен мойындаймын. Менің екі орталығымдағы директорлер, 4 орталығымдағы директорінде білімі менен де жоғары деп айта аламын. Мен пікірді сол кісілерге тыңдаймын. Анализ синтез жасаймыз. Өйткені бұл жерде тұлғалық қарым-қатынас жақсы болу керек. Демек, сіздердің орталықтарыңыз, жалпы кәсіп жүргізетін кісілердің орталықтарында болсын, филиалдарында болсын, басшы мықты болу керек. Сізден кейінгі, кәсіпкерден кейінгі тұрған басшы мықты болу керек. Өйткені сол ортаны ұйымдастыра алып кету керек. Мамандардың ішінде де болады, выгоранияға кететіндер болады. Әрине, орталықта мамандар әртүрлі, бірге киноға барады, кешке жақын центрде қалып, неше түрлі өздері қалып әңгімелеседі, атмосфераны дұрыс қалыптастыра білу керек деймін. Және үнемі бізде мысалы қағида, 2-3 ай сайын, біз 3-4 ай сайын мамандардың білімін жетілдіріп отырамыз. Қазіргі Бақытгүл, бұрынғы Бақытгүлге не деп айтар еді? Бұрынғы Бақытгүлді қарасам, өте әлсіз, өзіне сенімсіз, сол кездегі түр-әлпетіме де қарасам, мен әйел екенімді ұмытып кеткен екем. Тек жұмыс, іште тыныштық жоқ. Ішінде жайлылық жоқ екен. Бұрынғы Бақытгүлде. Сол менің бетіме шығып тұрады екен. Бұрын мен мүлдем бір үлкен сияқты болып көрінеді екем. Ал қазіргі Бақытгүлде ішінде жайлылық, өзіне сенімді, ештеңеден қорықпайды, тек алдыға мақсат қояды, сонымен кете береді. Мен бір нәрсені қайталай берген ұнамайды. Мен жылда орталықтың өзіме, жобаларыма жаңа нәрсе, жаңа идеялар қосып отырған жақсы көремін. Сол үшін ең бастысы өз-өзіне ішкі жан дүние ғой. Сіздің боянғаныңыз, киіміңіз, ол мән бермейміз. Ол адамда ішінде ішкі тыныштық болған кезеңде сол тыныштық жадырап жайнап адамның бетіне шығады. Бақытгүл ханым, біздің көрермендерімізге бір сыйлығыңыз бар екен, айтып өтсеңіз. Жалпы енді осы подкасттан кейін, егер біздің орталыққа консультацияға келем деген ата-аналар болатын болса, 50% жеңілдікпен келуге болады. Әрине, орталыққа келген балалардың әрбір консультациясын мен өзім жүргіземін. Егер осы жерде осы арнайы педагогика саласының маманы болатын болса, онда өзімнің курсыма 50% жеңілдік беремін. Сізге көп рахмет. Осындай бағалы ақпаратпен бөлісіп, уақытыңызды бөліп, бүгінгі эфирға келгеніңіз үшін оқырмандарға пайдалы болды деп ойлаймын. Өзіңізден қосарыңыз болса, тілегіңіз болса. Мен үнемі айтам, тағы да айтар едім, егер сіз бір жерде тұрып қалсаңыз, болады 5 жыл, 8 жыл, 10 жыл, онда 5 жылдың ішінде сізде өзгеріс болмаса, 3 жылдың ішінде өзгеріс болмаса, орныңызды, ортаңызды өзгертіңіз. Оны қалай десеңіз, ол сұрақтың жауабы сіздің ішіңізде. Кез келген сұрақты адам ең бірінші өзіне қоя білу керек. Ол 1 секундта келетін дүние. Ал ары қарай сұрайтындарыңыз 2 күннен кейін, 3 күннен кейін ол сұрақ уже паразитпен келеді. Сондықтан да жүректеріңізді тыңдай беріңіздер. Жүректеріңізді тыңдаңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.